Сәлем баршаңызға. Бүгін өте дәмді әрі ерекше мясо по-французскийдің бір түрін дайындайтын боламыз. Бұл кішкене классикалық рецепттен ерекше. Рецепттерім ұнаса каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Ал бастайық. Бізге керек болады картопты жұқалап, дөңгелекшелеп турайтын боламыз. Және де фарш, дөңгелекшелеп туралған пияз қажет болады. Формамызда алдын ала астын майлап аламыз. Сұйық май жағып шығымыз. Оның үстіне дөңгелекшелеп туралған картопымызды тізіп шығамыз. Картопымызды татымына қарай тұз сеуіп шығамыз. Оның үстіне жұқалап тартылған сиыр етін салып шығамыз. Бұл жерде қалауыңызша, қаласаңыз тартылған ет немесе ұрғыланған, яғни отбивная салсаңыз болады. Етіміздің үстіне татымына қарай тұз, бұрыш және де паприка сеуіп шығамыз. Өзіңізге ұнайтын дәмдеуішті сепсеңіз де болады. Оның үстіне сақинаша туралған пиязымызды біртіндеп тізіп шығамыз. Ал пияздың үстіне қалған картопымызды тізіп шығамыз. Тізілген картоптың үстіне татымына қарай тұз себеміз. Ал оның үстін майлап шығамыз. Осындай щеткамен майлап шықсаңыз өте ыңғайлы. Үстін фольгамен жабамыз да қызып тұрған пеште 180 градуста 1 сағаттай пісіреміз. Картопы пісуге жақындағанда заливкасын дайындаймыз. 3 жұмыртқаның үстіне 5 ас қасық қаймақ салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне үккіштен өткізілген сырды қосып, тағда жақсылап араластырып аламыз. Запеканкамызды шығарып, фольгасын алып тастап, заливкасын құямыз. Шет-шетіне тигіземіз. Және қызып тұрған духовкада тағда 20 минуттай ұстаймыз. Жұмсақ болып, дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.